Әр адамның таңдаған кәсібі оның өмір жолындағы ең маңызды шешімдердің бірі. Бұл тек жұмыс емес, бұл қоғамды алға жетелейтін үлкен күш. Бірі киім тігіп әсемдік сыйласа, бірі дизайн жасап әлемді түрлендіреді. Енді бірі мүсін жасап ортаға өрнек пен өнер қалдырады. Ал біз Үркер шағын ауданында орналасқан Хан Дизайн дизайнерлік мектебіне келдік. Махмет Казиева Балнұр, Хан Дизайн студиясының негізін қалаушы. Үркер шағын ауданында балаларды оқытумен және де өзіміздің жеке отандық өнімді киімді осы өндіріске шығарамыз. Жобаны бастамас бұрын шабытты қайдан алдыңыз? Бізде балаларды оқыту орталығы деп жоспарлаған кезде менің өзімнің идеяларым ерекшелеу болды. Басқалардыкінен өсіп келе жатқан қыздардың да сондай бір ерекше дүниелерді үйренгенін қаладым. Содан осы Үркерде оқу орталығын аштық ең бірінші. Осы дизайн қоғамға қалай әсер етеді деп ойлайсыз? Осы Қазақстанда, қазақы нақыштағы ою-өрнекпен киімдерді алып келген адамдардың ең бірінші қатарындамын. Ою-өрнек қатты ұнайды. Өзіміздің қазақтың ою-өрнегін шетелге де тек қана ән айтатын кезде ғана емес, сахнаға емес, күнделікті киімге шығарғым келді. Сонымен басталды. Халықаралық дизайнермін. Бұл тек қана Қазақстанның ішінде емес, шетелде де сан көрсетілімде болдық. Және сол Neva Fashion Week деген Санкт-Петербургтан келген менің сертификатым. Есімім Райгүл. Осы Үркер шағын ауданының тігіншісімін. Осы жерде болғаныма 4 жылға болып қалады. Осы тігіншілік жолына қалай келдіңіз? Жалпы кішкентай кезімде анам тігетін үйде. Анама көмекші болып жүрдім. Бойымда бір қабілеттерді байқадым. Анам 9-шы сыныптан кейін кәсіптік техникалық мектеп дейді, қазір колледждерде оқуға берді. Сол жерде оқып бітірдім. Басында қашып жүрдім. Бұл менікі ма, менікі емес па деп, кейін келе уже өзім жақсы көріп кеттім. Жалпы бұл көйлекті қалай қайда тіктіңіз? Бұны Хадиша шоу-балетіне тігілген көйлек. 3-ші үлгісі. Бұл жерде әртүрлі образда көйлектер тігеміз. Бұл жерде дизайнын өзім ойластырдым. Керемет. Ал біз Үркер шағын ауданында орналасқан мүсін шығаратын цехқа келіп қалдық. Қаламызға көрік беретін неше түрлі мүсіндер осы Үркер шағын ауданында өндіріледі. Менің есімім Мершат, кәсіби бейнелеу өнері және сызу мамандығы. Бірақ та қазіргі таңда біз мүсін жасаумен айналысамыз. Металдан осындай жануарлардың мүсіндерін жасап, сыртын гирляндамен орап, бүкіл Қазақстанға осындай туындылар шығарамыз. Біз цехқа кіріп, жұмыс процестерін байқап жатырмыз. Өте қызық жұмыстар жүріп жатыр. Бұл жаңа жыл маусымына арнайы дайындалып жатқан мүсіндер. Мен Медина Рапілбек, болашақ журналист ретінде бүгін сол еңбектің шынайы құнын, осы қоғам үшін қаншалықты маңызды екенін сіздерге көрсетуді мақсат еттім. Өйткені кәсібі бардың нәсібі бар.